Графикалық редактор графикалық кескіндермен жұмыс істеуге, оларды түзетуге, өңдеуге мүмкіндік беретін және графикалық ақпаратты өңдейтін программа болып табылады. Графикалық редакторда әртүрлі түспен, қалам және тінтуір көмегімен сурет салынады. Пиксель экран бетінде көрсетілетін бейненің ең кіші элементі. Компьютерлік графика екіге бөлінеді: екі өлшемді және үш өлшемді. Екі өлшемді растрлық, векторлық және фракталдық графика болып үшке бөлінеді. Растр қағазда, мониторда, теледидар экранында кескінді құрайтын нүктелердің екі өлшемді жиынтығы. Растрлық кескіндер пиксельдерден тұратын нүктелер арқылы салынады. Ол нүктелердің әр қайсысын түрлі түске бояуға болады. Растрлық кескіндердің көлемін үлкейтіп кішірейткен сайын сапасы бұзылады. Растрлық графиканың ең көп қолданылатын программаларының бірі Paint графикалық редакторы болып табылады. Paint графикалық редакторы Windows жүйесінің стандартты программалар тобына кіреді. Paint графикалық редакторы сурет салуға, өңдеуге, сақтауға, қағазға басып шығаруға, растрлық бейнелермен жұмыс істеуге арналған арнайы редактор. Paint программасын іске қосу үшін «Пуск все программы» стандартының Paint батырмасын басамыз. Сол кезде экран пайда болады. Бірінші қатар тақырып қатары экранды жинап қоюға, үлкейтіп кішірейтуге және жабуға арналған. Сонымен қатар екінші қатар меню қатары, ал үшінші бізде яғни құрал саймандар тақтасы, яғни күнделікті қолданылатын құралдарымызды көрсетіп қойған. Сонымен қатар түстер палитрасы орналасқан. Бірінші және екінші, яғни негізгі және фондық түстер. Ортада бізде жұмыс алаңы және төменгі жақта бізде қалып күй қатары орналасқан. Біз сурет салу үшін фигуралардың неше түрін таңдау арқылы сурет саламыз. Қазір біз сізге үйдің суретін салып көрсетен. Фигураларды алып, төртбұрыш, үшбұрыштарды алып орналастырамыз. Бояу үшін бүркішті алып, кез келген түсті алып, бүркішті фигураның үстіне барып бүркетін болсақ, сол түске боялатын болады. Ал жұмысымызды сақтағымыз келсе, онда файл сохранить как, соның ішінде мен JPEG форматын таңдаймын. Сіз өзіңізге қажетті PNG, GIF форматтарын таңдасаңыз болады. Одан кейін қай жерге сақтағымыз келеді, соны таңдап аламыз. Мен рабочий столды таңдап, және файлыма атау берем. Үй деп сақтайтын болам. Сондықтан имя файла деген жерге үй деп жазам. Астында тип файла деген жерде, яғни JPEG, GIF, сонымен қатар PNG форматта қандай форматта сақтағыңыз келеді, соларды белгілеп өтсеңіз де болады. Сохранить батырмасын басу арқылы мен жұмысымды сақтаймын. Рабочий столдан көретін болсақ, менің үй деген суретім сақталып тұр. Ашып қарасақ, суретіміз пайда болды.